қабылданды. 2018 жылы 23 сәуірде Астанадағы Қазақстан Республикалық ұлттық академиялық кітапханасында Марал Хасеннің шығармалары, аударма кітаптары, тартулы кітаптары ғұмырында жинаған кітапханасының шамамен 2000 бірліктен тұратын кітап қоры ашылды. Негізі кісі жан-жақты болды, мен кісі әлем әдебиетіне сүйсіне оқыды. Бізде үйде әлем әдебиеті деген журнал. Грек қазыналары романның тәржімалануын орыс тіліндегі нұсқасымен салыстыра талдау барысында көз жеткізілді. Шығарма қай тілге аударылса да аудармашылардың басты міндеті түпнұсқаның қасиетін сақтау білу. Сөйлемнің мазмұнын бұзбай автордың стилін сақтап, өте түсінікті әдеби тілде көркемдетіп аударылуы тиіс. Осы айтылғандар «Греческие сокровища» романының қаншасында айсын көрінеді. Соңғы кезде республикалық аударма бастаған бас